Баршаңызға сәлем, сіздермен Дана. Бүгінгі видеода біз осындай MacBookке немесе ноутбукке арналған өте ыңғайлы қазіргі трендтегі чехол тігетін боламыз. Ол үшін бізге тігетін матамызды таңдап алу қажет. Сол матамызға қазір өлшемдерді сызатын боламыз. Ұзындығы менде 37 см, биіктігі 27 см. Ал жанындағы бөлігі қабырғасы ені 3 см, ал длинасы осы ұзындығы тігу барысында көрсететін боламын. Кез келген ноутбукқа жасалатын чехол тек қана ноутбуктың размерін өлшеп, соған плюс 2 см қосып және тігіске 1 см қосып өлшем алсаңыздар болады. Қазір осы өлшемдерімізді белгілеп сызып алғаннан кейін 2-2 детальдан кесіп алатын боламыз. Кесіп алынған бөліктерімізді қабаттап қойып, осылай скотчтың немесе осындай формадағы лекаланың көмегімен қазір бұрыштарын дөңгелетіп сызып аламыз. Сызылған бұрыштарымызды кесіп алып тастаймыз. Одан кейін ұзындығы бойынша 2 қабаттап, дәл ортасынан кішкене 5 мм көлемінде кесіп натяжи жасап аламыз. Бастапқыда шеткі қабырғасы 3 см деп белгілеп жазып кеткен болатынмын. Бұл жерде біз замоктың көлеміне, өлшеміне қараймыз. Ені 3 см етіп сызып, осындай ұзын замоктың ұзындығындай лента кесіп алатын боламыз. Бұл жерде бір ғана детальдан сыртқы матасы, ішкі подкладка матасы бір детальдан кесіп шығатын боламыз. Ұзындығын тігу барысында артық жерлерін кесіп алып тастайтын боламыз. Келесі кезек осылай сыртқы матамызды синтефонның үстіне қойып, тура сол формада қайталап бір қабат синтефон кесіп шығатын боламыз.
сыртқы негізгі матамыз бен синтефонды қосып шығу керек. Бізге осылай ромбиктер жүргізу арқылы булавкамен қадап алып тігіп шығатын боламын. Осылай екі бөлігінде синтефонмен қосып шығамыз. Одан кейінгі біздің қабырға бөлігі, бұған 3 қабат астыңғы мата, сыртқы мата ортасына синтефонды қойып, осылай аккуратно 1-2 миллиметрде шетін тігіп шығатын боламыз. Бұл бізде тігуге ыңғайлы болу үшін және жылжып кетпес үшін қажет. Одан кейін шығып тұрған синтефон, артық мата бөліктерін бәрін қайшымен кесіп алып тастаймыз. Келесі кезек, енді осылай замогымызбен шеткі бөлігін бір-біріне қаратып 1,5 см көлемінде тігетін боламыз. Өйткені замоктың астыңғы қатты бөлігін қазір біз қайшымен кесіп алып тастайтын боламыз. Ол бізге қалыңдық береді, сондықтан кесіп алып тастаймыз. Осылай енді қазір осы тігіс түскен бөлігін біз алдыңғы основной деталімізға насечки жасаған кішкене қайшымен қиған жерімізге осылай булавкамен бірдей етіп қадап, қазір сол бойынша замокты айналдыра тігіп шығатын боламыз. Келесі бетіндегі насечкеға келген кезде 2-3 см жетпей сол насечкеға тігісімізді тоқтата тұрамыз. Одан кейін басқа бөлік бетінен матамызды айналдыра осылай булавкамен қадап шығамыз да, қазір замок пен келесі матаның бөлігін, лентамыздың бөлігін қосатын боламыз.
насечидан 1 сантиметр асып кесіп аламыз. Замокты да дәл солай насечидан 1 сантиметр асып кесіп аламыз. 1 сантиметріміз ол біздің тігісімізге қажет. Солай замокпен осы лентаның екінші бөлігінде видеодағыдай қосып алғаннан кейін дәл сол насечкаға қойып қайтадан айландырып тігіп шығатын боламыз. Сол кезде біздің қабырғамыз тура осы негізгі деталімізді қаптап тұрады. Чехолдың негізгі бөлігіне замок пен қабырғамызды айналдыра тігіп болғаннан кейін біздің келесі кесек осы подкладканы қосу болады. Дәл солай қиылған бөлігін сол қиылған бөлігіне қойып, осылай оң жағынан айналдыра тігіп шығатын боламыз. Тек осы замокты айналдыра тіккен бөліктердің кішкене 2-3 немесе 5 миллиметрдей аккуратно көрініп кетпейтіндей қайшымен қиып аламыз. Осылай подкладка матамызды да осылай айналдыра тігіп шығып, тек астыңғы, чехолдың астыңғы бөлігінде бір 10 сантиметрдей тігілмей орын қалдырамыз. Міне осы видеодағыдай астыңғы бөлігіне осылай тігілмеген орын қалдырып, біздің чехолымызды оңға қаратып аламыз. Кейіннен оны көрінбейтін тігіспен қолмен тігіп тастайтын боламыз. Енді бізге чехолымыздың екінші беті, екінші бөлігін дәл солай тігіс түскен жерге осылай қиылған жерін булавкамен қадап, бұны да солай айландыра тігіп шығамыз. Екінші бөлігіне замогымызды қабырғамызды толық қосқаннан кейін дәл солай сол тігілген бөліктің оң жағынан осылай подкладка бөлігімізді қойып, матамызды қайтадан бағанағы әдіспен астыңғы бөлігін ғана бір 10-12 сантиметрдей тігілмей, қалған бөліктерін айналдыра тігіп шығамыз.
подкладкамыздың екінші бөлігін тігіп болғаннан кейін дәл солай тігілмей қалған тесігімізден, отверстиемізден осылай подкладкамызды полностью оңға қаратып алатын боламыз. Одан кейін сол ашық жерлерімізді ине жіппен, көрінбейтін тігіспен тігіп шығатын боламыз. Ашық тұрған бөліктерін қолмен тігіп шықтым. Ешқандай тігіс көрініп тұрған жоқ. Таза обработка болып шықты. Чехолымыз дайын болды. Міндетті түрде тігіп көріңіздер. Өз өлшемдеріңізбен өте әдемі әрі жеңіл чехол болып шығады. Ұнаса каналға тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, комментарий қалдырыңыздар.